Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Өзімді таныстырып өтсем. Алматы облысы дарынды балаларға арналған 3 тілде оқытатын номер 20 арнаулы лицейінің химия пәні мұғалімі Құрманғазина Индира Құрманғазықызы. Бұл бейне жазба оқу үрдісінде Kahoot бағдарламасын қолдану арқылы оқушылардың қызығушылығын арттыруға негізделген. Тақырыптың мақсаты оқу үрдісінде оқушыларға ойын элементтерін кіріктіре отырып білім беру. Kahoot бағдарламасын қолданудың өз тәжірибемдегі бірнеше себептеріне тоқталып өтсем. Бірінші, мобильді. Кез келген уақытта, кез келген құрылғыда жұмыс істеуге болады. Екіншіден, қарапайым. Бұл бағдарламада жұмыс жасау өте оңай. Үшіншіден, жаһандық. Барлық әлем қолдануда. Төртіншіден, бұл қызықтырады. Бағдарламада жасалған тапсырмалар мен жұмыстар қызықты әрі көрікті. Бесіншіден, бұл бағдарлама бәріне арналған. Мектептің оқу тәрбие үрдісінде еш қиындықсыз қолдануға болады. Олай болатын болса, сіздермен бірге Kahoot бағдарламасымен қадамдап танысайық. Кез келген браузерден kahoot.com сайтына өтеміз. Бұл сайтта жұмыс жасау үшін тіркелу керек. Ал өз жағдайыма келетін болсам, алдын ала тіркеліп қойғанмын, сондықтан да өзімнің аккаунтым арқылы парақшама өтсем. Бұл парақшада көріп отырғанымыздай, әртүрлі тақырыпта дайын тапсырмаларды іздеп табуға болады, немесе өзіміз құрастырамыз. Құрастыру тетігін басайық. Жаңа Kahoot. Тақырыбын енгізу. Мысалы, 8-ші сынып. Қышқылдар. Түсіндірмесі. Қышқылдардың химиялық қасиеттері болсын. Тілді таңдаймыз. Тілі орыс тілі, қазақ тілі жоқ. Әртүрлі суреттерді таңдасаңыздар болады. Әртүрлі тақырыпта. Мысалы, біздің тақырыпқа байланысты мына суретті таңдап көрейік. Дайын батырмасын басамыз. Келесі сұрақ қою. Сұрақта алдын ала Word'та дайындап қойған едім. Соны көшіріп сұрақтың орнына қоямыз. Уақытта сұрақтың күрделілігіне байланысты өздеріңіз таңдайсыздар. Мысалы 90 секунд дедім. 4 нұсқа беріледі, соның дұрысын алдын ала белгілеп қоясыздар. Біріншісі, мысалы, темір дейік. Екінші сұрақты күміс. Үшіншісі магний. Төртіншісі мырыш болсын. Дұрыс жауапты белгілеп қоямыз. Сурет қоюға болады әрлеу үшін. Бірінші сұрақ дайын. Келесі сұрақты қосамыз. Мысалы, true, false, дұрыс және жалған сұрақты таңдап көрейік. Сұрақты қою. Уақытын таңдаймыз. Және дұрыс жауабын белгілейміз. Мысалы, кез келген суретті қоюға болады. Кез келген суретті мысалға қойып көрейік. Сұрақ дайын. Дайын батырмасын басамыз. Тексеріп көру батырмасына барайық.
Алдыларыңызда ашылған парақшада екі нұсқа беріледі: классик және тим. Классик ол жеке классикалық түрі, тим топпен жұмыста. Біз классикті таңдаймыз. Осы парақшада көрсетілген пин кодты оқушылар теріп ойындарын жалғастырады. Ол үшін өздерінде бар кез келген гаджеттен пин кодты тереді. Ол үшін 3w.kahoot.it сілтемесіне өтеді. 55 15 01 және атын жазады. Мысалы, Индира. Дайын. Мұғалімнің парақшасында бір ойыншы қосылды, Индира. Яғни оқушыларыңыздың барлығы қосылып болғаннан кейін ойынды бастай беруге болады. Бірінші сұрақ: тұз қышқылымен әрекеттеспейтін металл. Яғни сұрақты қалай жібересіздер? Қазіргі қашықтан оқыту жағдайында сыныпта отырып интербелсенді тақтадан көретіндей болмағандықтан, өздеріңіздің компьютер ноутбуктағы пресскрин батырмасын басып, сұрақтың көшірмесін алып, WhatsApp желісіне саласыздар. WhatsApp желісіндегі кез келген сол керек сыныптың тобына жібересіздер. Оқушылар сұрақпен таныс болғаннан кейін өздерінің қолдарындағы гаджеттен жауап береді. Мысалы, көк түсті оқушы таңдады. Яғни оқушы дұрыс жауап беріп 543 ұпайға ие болды. Келесі. Екінші сұрақ. Яғни дұрыс және бұрыс, шындық немесе жалғанға құрастырылған тапсырма. Дәл біріншідегідей, мысалы, екінші нұсқасын таңдасын. Яғни бұл сұрақта оқушы дұрыс жауап берген жоқ. Яғни Индира оқушы бұл ойында бірінші орынды иеленді. Get feedback батырмасын басу арқылы нені көреміз? Оқушы 5 балдық шкала бойынша ойынды бағалай алады, не үйренгендігін және ұсыныс бере алады. Дәл осы ойынды ойнап отырған кездегі өзінің көңіл күйін білдіре алады. Бұл мұғалімнің парақшасында көрінеді. Келесі View Report батырмасын басу арқылы оқушылардың жалпы есебін көруге болады. Kahoot бағдарламасын тараудың соңында қайталау сабақтарында қолдану өте ыңғайлы. Өйткені оқушылар білімдерін қорытындылай отырып, жоғарғы ынтамен жарысып ойнайды. Бұл бағдарламада оқушылармен кері байланыс бірден орнайды және бағалауға мүмкіндік туады. Есеп батырмасын басамыз. Report. Download report, яғни есепті көшіру. Есеп Excel форматында көшеді. Яғни бұл парақшада көріп отырғанымыздай, жалпы қойылған сұрақтардың қанша пайызына оқушылар дұрыс жауап берді? Барлығы көрініп тұр. Final score батырмасын басу арқылы оқушының аты, жалпы жинаған ұпайы, қанша сұраққа дұрыс және бұрыс жауап берді, барлығын көруге мүмкіндік бар. Ойыннан кейінде мұғалім есепке қайта оралып, қай оқушылармен қандай сұрақтар төңірегінде келешекте жұмыс жүргізу керектігі жөнінде мәлімет алады. Сонымен, біз сіздермен қашықтан оқытуда Kahoot бағдарламасын қолданудың тиімділігін қарастырып өттік. Бейне жазба бір іске жарар деген ниеттемін. Назарларыңызға көп рахмет.